Қаржылық мониторинг агенттігі AV Construction, Profit Trade Ltd, Азавита Ақтау, Азавита Атырау және тағы басқа бірнеше жауапкершілігі шектеулі серіктестігін рейдерлік жолмен басып алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Алдын ала болжау бойынша зардап шегушіге келтірілген шығын көлемі 18 миллиард теңгеден астам қаражатты құрайды. Ағымдағы жылдың 14 шілдесінде Бабаев, Танашев, Әбижанов және Алтыбасаровқа қатысты сот бұлтартпау шарасы қамауға алуды санкциялады. Қосбаев, Шалин және Имашев халықаралық іздеуге жарияланды. Мүлікті анықтау және тыйым салу шаралары қабылданды. Осылайша соттың санкциясымен жоғарыда аталған азаматтарда 9 миллионға жуық ақш долларын құрайтын қаражаты, брендтік зергерлік бұйымдары, сақиналар, сырғалар, гаухар тасты алқалар табылып, қамауға алынды. Сонымен қатар күдіктілер мен оларға қатысты тұлғалардың 154 жылжымайтын мүлік объектісі ұсталды. Премиум санаттағы тұрғын үй кешендерінде 102 пәтер, 6 жеке үй, 28 тұрғын емес үй, 11 жер учаскесі, 1 сауда нысаны, 2 гараж, 4 көлік тұрағы. Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Subaru, Hyundai сияқты 19 премиум маркалы көлік тәркіленді. Барлық көліктер 2018-22 жылдар аралығында шығарылған. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілуге жатпайды. Қаржылық мониторинг органдарына аталған топ мүшелерінің рейдерлік әрекетінен зардап шеккен азаматтардан арыздар әлі де келіп түсуде. Осыған орай Қосбаевтың және басқа да тұлғалардың әрекетінен зардап шеккен кәсіпкерлерді қаржылық мониторинг агенттігіне немесе аумақтық департаменттерге хабарласуға шақырамыз.